жолға шықты, корап толы дәмді ас. Кімге барар екен қазір? Жеткіз, жеткіз көлігім, жылдам жүрші көлігім. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Ұзын құлақ сұр қоян бізді күтіп тұр жолда. Қорапта не бар екен, қоянға не береміз? Балалар, қоян не жейді? Кәмпит, сәбіз, банан. Дұрыс, қоян сәбіз жейді. Жеткіз, жеткіз көлігім, жылдам жүрші көлігім. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Қорапта не бар екен, аюға не береміз? Балалар, аю не жейді? Бал, пицца, әлде шырын іше ме? Әрине, аю бал жейді. Жеткіз, жеткіз көлігім, жылдам жүрші көлігім. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Мысық бізді күтіп тұр, мияу деп бізге қарап. Қорапта не бар екен, мысыққа не береміз? Балалар, мысық немен қоректенеді? Банан, кәмпит, әлде сүт іше ме? Әрине, мысық сүт ішеді. Жеткіз, жеткіз көлігім, жылдам жүрші көлігім. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Сиыр жайлап тұр далада, бізге қарап мөңіреп. Қорапта не бар екен, сиырға не береміз? Балалар, сиыр не жейді? Шөп, шоколад, ірімшік. Дұрыс, сиыр шөп жейді. Жеткіз, жеткіз көлігім, жылдам жүрші көлігім. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Ит бізді күтіп отыр, құйрығын бұлғап шаттанып. Қорапта не бар екен, итке не апарамыз? Ит не жейді? Құлпынай, сүйек, қияр. Дұрыс, ит сүйек жейді. Жеткіз, жеткіз көлігім, барлығына дәм апар. Бип, 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 бип деп барамыз біз алға. Жануарлар қуанып, рахмет айтты бізге. Сен де бізбен бірге жүр, кел тағы балақай. Балақай, бірге білім алайық, біздің арнаға жазылып ал. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бес кішкентай ирек суға барып ойнады, біреуі қалды артта. Анасы айтты, кря, 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 кря. Қайт кел, иректер қайтып келді, төртеу ғана келді. Бір, екі, үш, төрт. Кішкентай ирек суға барып ойнады, біреуі қалды артта. Анасы айтты, кря, 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 кря. Қайт кел, иректер қайтып келді, үшеуі ғана келді. Бір, екі, үш. Кішкентай ирек суға барып ойнады, біреуі
Баяғы заманда кең далада бір шағын ауыл өмір сүріпті. Сол ауылда бір отбасы көп жыл бойы бала күтіпті. Бір күні Құдай олардың дұғасын қабылдап, олардың ұлдары дүниеге келеді. Олар азан шақырып баланың атын Толағай деп қояды. Толағай көп тамақ ішіп, жыл емес, ай емес, күн санап өсе бастайды. Агу, мама! Уа, қарашы, сен жүре бастадың, жарайсың құлыным. Иә, сенің алғашқы қадам мақтанамын. Толағай кішкентай кезінен ерекше күшті болып өсе бастайды. Ол ауыр тастарды оңай көтеретін, Толағай ауыл адамдарына көмектесіп, көп алғыс жинап жүрді. Бір жылы далада қатты құрғақшылық басталады. Жаңбыр жаумай, өзендер тартылып кетеді. Ауыл адамдары қатты алаңдай бастайды. Сонда бір ақсақал былай дейді: егер ауылға жақын жерде тау болса, жаңбыр жауар еді. Сонда Толағай батыл түрде айтады: мен тауды ауылға алып келемін. Толағай алыс сапарға аттанады. Ол ұзақ жол жүріп келеді. Көп күн жүріп, үлкен тауға жетеді. Толағай бар күшін жинайды да, алып тауды көтеріп алады. Толағай тауды ауылға қарай алып жүреді, бірақ жол өте ауыр еді. Толағайдың күші азая бастайды. Ол ауылға жақындайды. Соңғы күшін жұмсап, Толағай құлап түседі. Жаңбыр жауа бастайды. Дала қайтадан жасыл түске боялады. Ауыл адамдары қатты қуанады. Олар Толағайдың ерлігін ешқашан ұмытпайды. Ал тауды адамдар Толағай тауы деп атады. Балалар, ертегі ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және біздік мини бала арнасына жазылып алыңдар, батырлар.